Бұл оқиға қыстың шілде айында орын алған. 16 жасар қыз үйінде жалғыз болатын. Ата-анасы туысқандардың үйіне қонақтап кеткен. Күн жарық, қыз өзін жақсы сезініп отырды. Қонақ бөлмеде теледидар көріп, сағат түнгі 12-ден асып кеткенін байқамай қалады. Ата-анасы әлі келмеді. Қыз өзін жайсыз сезіне бастады. Ата-анасына қоңырау шалайын десе ыңғайсызданады. Өз-өзіме қорған бола алмайтын секілді болармын деп сезінеді. Бір сәтте теледидар көріп отырып, көзінің жанымен терезеден біреудің қарап тұрғанын байқап қалады. Әлгі адам жақындап келеді. Сөйтіп қыз оны жақсылап қарап алады. Дене бітімі ер адамдікіндей, түр әлпеті ужас фильміндегі. Аузы барынша ашылған, көзі ішіне кіріп кеткен, қанталап тұрды. Қыз қорыққаннан өзін жаман сезініп, үстел үстінде тұрған ұялы телефонды алып, полицейге қоңырау шалады. Алло, өтініш, тезірек келіңіздерші. Үйімнің алдында бір күдікті адам тұр. Маған қорқынышты. Менің мекен жайым. Қорықпаңыз, сіз ол кісіні бақылап отырыңыз. Есікке қарай жүрсе, дереу тығылыңыз. Біз қазір жетеміз. Тұтқаны қойып қояды. Әлгі адам пальтосының қалтасынан бір зат алып шығарады. Қыз қорыққаннан байқамай қалады. Бірақ кейіннен қараса, әлгі адам пышақ шығарып қызға қарай кезеп тұр екен. Сол сәтте қыз дереу орнынан тұрып, есікке қарай жүгіреді. Офицер, біз үйіңіздің алдынан ешкімді байқамадық. Үйіңізді айналып шықтық. Тірі жан жоқ. Мүмкін емес, сіздер есікті қаққанда терезе алдында болатын. Офицер, бірақ біз бәрін қарап шықтық. Бәлкім сіздің көзіңіз сізді алдап қорқытқан шығар. Күлімдеп қызға қарайды. Түсініктемесін алып шыға бергенде полицейлердің бірі бір күдікті із байқап, диванның артына айналып қараса, жерде солы іздермен қанды пышақ жатты. Офицер, қарындас, ол кісі сіздің терезеңіздің сырт жағында емес, үйдің ішінде, сіздің артыңызда тұрған, деп мәлімдейді.